Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Жазира. Бүгін осындай пирожный пісіретін боламыз. Өте оңай, дәмді, құрамы да өте оңай. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді қосып, оны миксермен жақсылап ағарып көпіргенше араластырып алатын боламыз. Осылай екі есе болғанша жақсылап көпіртеміз. Содан соң оған айранды қосамыз, майды қосамыз. Достар, бұл пирожныйдың құрамы оңай, пісірілуде оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болса, ұнаса сіздерге каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Сіздер үшін бір сәт, мен үшін өте үлкен қуаныш. Мінекей сұйық майды да араластырдық. Енді ұнды, какаоны және разрыхлительді електен өткізіп, жақсылап біркелкі қамыр пайда болғанша венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Бұл пирожный дүкендерде өте қымбат бағада сатылады. Және де дастарханға қоюға, қонақ келгенде өте әдемі көрінеді. Балаларға да өте қатты ұнайды. Сол үшін үйде жасап көріңіздер. Мінекей қолды майлап алып, осындай шариктерді дайындап шығамыз. 20 граммнан келеді әрқайсысы. Сол кезде 20 штук шығады екен. Мінекей бірінші бөлігі пісті. Шпажкамен тексеріп алдық. Піскен соң ең оңай крем, қаймақ пен қант ұнтағын қосып араластырып ортасына салдым. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей өте әдемі, дәмді пирожный дайын болды. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осылай бетінді безендірсеңіздер болады. Менің қызым қоймай безендірді. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетпекшімін. Мінекей өте үлпілдек, жұмсақ пирожный дайын болды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.